Бүгін А1 деңгейінің соңғы сабағы, және де бұл бізде 21-ші сабақ, араб тілінен. Енді әс-суалу ғанил исми уәл балад, яғни есімге және де елге байланысты сұрақ. Мен әйна әнти, сен қай жақтансың? Масмуки, сенің есімің кім? Осы сұрақ бойынша. Және масмука, сенің есімің кім? Мен әйна әнта, сен қай жақтансың? Енді екеуінің айырмашылығы не? Әнти болса, ти болса, бұл қызға қойылады. Ал әнта болса, ол ер адамға қойылады. Мен әйна әнта, сен қай жақтансың деген ер адамға. Мен әйна әнти, сен қай жақтансың деген әйел адамға. Дәл сол секілді масмуки, ки болса, онда әйел адамға қойылады. Сенің есімің кім? Ал масмука болса, ол ер адамға қойылады. Сенің есімің кім? Яғни ка, ки деген сенің дегенді білдіреді. Ка ер адамға, ки әйел адамға. Дәл сол секілді әнти, сен әйел адамға, әнта сен ер адамға байланысты. Енді әт-тааруф, танысу. Әна мен Мисро, мен Мысырданмын. Исми Амина, менің есімім Амина. Исми Мухаммад, менің есімім Мухаммад. Әна мен Албания, есімім Мухаммад, мен албаниялықпын. Енді мына жерде осы бос орынға толтырып, бірінші мына жерде бел мұнасиб, яғни мына жерде сәйкесінше байланыстыру. Масмука, сенің есімің кім деп тұр? Ка ер адамға дедік. Онда жауабы исми Мухаммад болады. Исми дегенде и, менің есімім Мухаммад деп тұр. Масмуки, сенің есімің кім? Бұл жерде ки әйел адамға. Исми Амина, менің есімім Амина. Мен әйна әнта, сен қай жақтансың? Мына жақта айттық қой, Мухаммадтікі албаниялық. Сонда әна мен Албания, әнта деген өткен ер адамға. Одан кейін мен әйна әнти, әна мен Мисро, мына жерде әйел адамға. Енді мына жерде бос орынға орын толтыруымыз керек. Жауабы исми Махмуд, есім Махмуд деп тұр. Онда не деп қоямыз? Масмука бола ма, масмуки бола ма? Масмука болады, себебі Махмуд деген ер адамның аты. Масмуки, сенің есімің кім дегенде исми, енді әйел адамның атауымен жауап беруіміз керек. Исми Хадича. Енді мен әйна әнта, сен қай жақтансың? Әна мен Франция, мен Францияданмын. Мен әйна әнти, сен қай жақтансың? Әна мен Мисро, мен Мысырданмын. Осымен бізде А1 деңгейі бітті.